Бүгін Маңғыстау облыстық полиция департаментінің қызметкерлері біз дені сау ұлт үшін атты флешмоб ұйымдастырып мұқтаж жандарға қан тапсырды. Облыстық қан орталығына ондаған қызметкер өз еркімен адамдарға көмектесу мақсатында донор болып өз көмек қолдарын созып жақсы бастама көтерді. Игі істі бастама бұрын барлық донорлар медициналық тексеруден өтті. Қарсы көрсетілімдер болмаған жағдайда ғана қан тапсыра алды. Әр донордан 450 мл қан алды. Процедураның өзі дайындықпен бірге 20 минуттан аспады. Бір донор, бір өмір деп бекер айтылмаған және тәртіп сақшыларының іс-әрекеттері біреудің анасы мен әкесінің, баласы мен ағасының өмірін сақтап қалуға көмектеседі. Ақ халатты абзал жандар азаматтарды қан тапсыру арқылы көмектесуге шақырады. Қан тапсыру науқанына қатысу жеке құрам үшін дәстүрлі оқиға. Кім бірақ полиция мен дәрігерлер әртүрлі апаттарда зардап шеккендерден бастап күрделі оталарға дейін күн сайын қан қажет екенін біледі. Сондай қатерлі ісікке шалдыққан балалар үшін де қан үнемі қажет болатыны жақсы сезінеді. Мұндай көмек мұқтаж жандардың денсаулығына оң серпін береді деген үмітте. Бұл іс-шараға әртүрлі қызметтер мен бөлімшелердің ондаған қызметкерлері қатысады және бұл дегеніміз 10 шақты литр сау қан. Тәртіп сақшылары үнемі медициналық тексеруден өтеді, жақсы дене дайындығы бар, ал донор тек ауыр сырқаты жоқ адамға ғана бола алады екендігін жеткізді дәрігерлер. Енді бұлар жақсы бастама деп ойлаймын. Біріншіден, әрбір Қазақстан азаматының қанын тапсырып, адамның өмірін сақтап қалу азаматтық борышы деп түсінуі керек деп ойлаймын. Сол азаматтық борышының орындап жатыр деп есеп қыламын бүгінгі таңда. Ешқандай донорстводан қорқатын ештеңе жоқ. Бұл керісінше ағзаңызды жақсартады, денсаулығыңызды нығайтады, иммунитетіңізді күшейтеді. Сондықтан да дені сау азаматтардың барлығын донор болуға шақырамыз.